Ал енді балақай, жыл мезгілдерімен танысайық. Бұл қыс мезгілі. Қыс мезгілінде балалар коньки тебеді, шанамен сырғанайды, шаңғы тебеді және қар күрейді. Бұл мезгіл көктем деп аталады. Көктемде ағаштар бүршік жарады. Ағаштар гүлдейді. Жаңадан көшеттер отырғызылады. Бұл жаз мезгілі. Жазда балалар суға түседі. Бұл күз мезгілі. Күз мезгілінде жемістер мен көкөністер піседі. Ағаштардың жапырақтары сарғайып, жерге түседі. Күзде оқушылардың жаңа оқу жылы басталады. Айтшы балақай, аққаланы қай мезгілде жасайды? Я, аққаланы қыс мезгілінде жасайды. Ал даладағы суға қай мезгілде түседі? Я, суға жаз мезгілінде түседі. Ал ағаштар қай мезгілде гүлдейді? Ағаштар көктем мезгілінде гүлдейді. Ал көкөністер қай мезгілде піседі? Я, көкөністер мен жемістер күз мезгілінде піседі. Балақай, осы 4 жыл мезгілін және олардың ерекшеліктерін есіңде сақта.
Балақай, сен әлі де біздің каналға тіркелмеген болсаң, тіркелу батырмасын басуды ұмытпа.